Әкешім, біз қайда келдік? Балам, бұл жерді не деп ойлайсың? Әке, бұл мұражайға ұқсайды ғой. Дұрыс айтасың, балам. Бұл Қорқыт атамыздың мұражайы. Мұражайда көптеген жәдігерлер сақталған. Мұнда қобыздың түр-түрі бар. Сығанақ қаласынан табылған ескі құмыралар мен мыс теңгелер бар. Әке, Қорқыт ата кім болған? Кім болған деймісің, балам? Қорқыт ата ең алғашқы қобызды ойлап тапқан адам және бүкіл түркі халқының дана атасы болған. Ол табиғаттың тілін түсінген және өзінің күйлерімен аңдар мен құстардың тіпті өлімді де тоқтата алған. Балам, қобыздың қалай жасалғанын білгің келеді ме? Әкешім, білгім келеді. Қобызды қалай жасайды сонда? Мен саған қобыз туралы аңыз айтайын. Қорқыт ата жасынан ұғымтал, құймақ болып өседі. Жаңадан бір аспап жасағысы келеді. Қарағай ағашын кесіп әкеліп, бір аспаптың жобасын жасайды. Шаршап отырып көзі ілініп кеткенде, түсінде бір қария аян береді. Қария жас Қорқытқа енді аспабыңа нар терісінен жасалған шанақ, ортекенің мүйізінен ойылған тиек, бес айғырдың құйрығынан тартылған қыл шектің жетіспей тұрғандығын аян етеді. Осылар болса, аспабың сайрағалы тұр деп кеңес береді. Қорқыт ата ұйқысынан ояна сала, осы айтылғандардың барлығын жасайды. Мінекей балам, қобыздың шығу тарихы осындай. Әке, маған да осындай қобыз жасап беріңізші. Жарайды балам, қобыз жасау өте көп еңбекті қажет етеді. Мен еңбекқор бала боламын. Жарайсың балам. Мінекей балам, қобызың да дайын болды. Әкем, мына қобызға бірнеге жетіспейтін сияқты. Дұрыс айтасың балам, бұл қобызға ою-өрнек жетіспей тұр. Анашым, маған әкем қобыз жасап берді. Оған сіздің ойыңыз жетпей тұр. Ою басырып беріңізші. Жарайды балам, мен қобызға ою басып беретін боламын. Бұрынғы заманда ата-бабаларымыз табиғатқа, жан-жануарларға, құстарға қарап ою-өрнек шығарған. Қазір мен қошқар мүйіз оюын басамын. Кереметке, анашым. Бұл ою жақсылық пен берекенің белгісі деп аталған. Әкешім, анашым, мен де сіз сияқты шебер болғым келеді. Елге пайдам тисе ғой деймін. Мен де Қорқыт ата сияқты қобызшы болғым келеді. Жарайсың балам, өркенің өссін.